Құрметті студенттер, қайырлы күн. Менің есімім Айбек. Осыған дейін мүмкін таныстық, мүмкін таныспадық. Мен осы жерде жетекшімін. Өзімнің 4 тобым бар. Мен бүгін сіздерге қысқаша ғана, көп уақыттарыңызды алмаймын. Түскі үзіліске қазір уақыттарыңызды көп ұстағым келмейді. Біз бүгін сіздерге екі түрлі жаңағы таргетингтің түрін көрсетеміз. Біріншісін мен қазір сіздерге көрсетемін, бірақ негізгі видеосын мен сіздерге өзім жасап, инструкция ретінде түсіріп беремін. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Ал түстен кейін расставлетпен тағы бір таргетингтің түріне практика жасайсыздар. Алдыңғы сабақтардың бірінде біз осы Сауда Инфо деген сайтты таныстырдық, бизнес бастаудың. Тіркелмегендер бар ма? Тіркелмегендеріңіз тіркеліп алыңыздар. Тура порталдағындай өздеріңізге SMS код алып, сол арқылы кірулеріңізге болады. Енді қысқаша ғана сайттың артықшылығы, сіздерге бұл ешқандай біліктіліктің қажеті жоқ. Тек қана сіздерде контенттеріңіз болса болғаны, яғни копирайтингтан мысалы өткен өздеріңіздің барлық біліктіліктеріңізді салып жасаған мәтіндеріңіз, сол мәтіндерді осы сайтқа орналастырасыздар. Болса суреттеріңіз және видеоларыңыз. Сайт өте қарапайым, 5 минутта өздеріңізге қажет сайтты жасап, тапсырыстарды қабылдауларыңызға болады. Тапсырыстарды қалай қабылдау керек және таргетингке қалай жіберу керек екендігі жөнінде мен сіздерге арнайы видео түсіріп, өзім жолдаймын. Бүгінге тек қана сайтты ғана қарастырайық. Сайттың мысалы мынандай болады. Сіздерде арнайы мысалға видео болса, сайттың фонына видео қоюға болады. Мысалға кім не сатып жатыр, сол сайттың, сол тауардың немесе қызметтің видеосын өздеріңіз тауып аласыздар интернеттен, ютубтан қарасаңыздар болуы керек. Мынау тек қана жай мысал видео сіздерге ұсынылатыны ешқандай белгісі жоқ, таза видеолар болған дұрыс. Сурет болса да ешқандай белгісі жоқ, таза суреттер болған дұрыс. Сайт өте қарапайым, сіздерге көрсетілді. Тақырыпты не үшін жазамыз, оны барлығымыз білеміз, бағланнан сабағынан өттіңіздер. Тақырыпты өздеріңіз дайындайсыздар. Бұл сайт конструктор. Сіздерге ешқандай кодтаудың немесе сайтқа қатысты қандай да бір білімнің ешқандай қажеті жоқ. Сіз тек қана тақырыбын өзіңіз ойлап табасыз, тақырыпшасын өзіңіз ойлап табасыз, және видеоны іздеп табасыз. Қоясыз, сайтыңыз дайын болады. Осы жерде мысалы осы тауарыңызды кей адамдар ұнатса, мысалға тапсырыс беру батырмасын басса, номеріңізді көре алады, осы жерге тапсырыс қалдыра алады. Яғни кез келген адам кіреді, кірген бетте номерін қалдырады. Қалдырып тапсырыс беруді басса, сізге тапсырыс түседі. Осы жерге дейін түсінікті ма? Сайт өте қарапайым, ешкімге ешқандай бір керемет біліктіліктің қажеті жоқ. Енді тапсырыстарыңыз сіздерге сайтқа тіркелген кезде сіздер белгілі бір номермен тіркелесіздер. Сол номерлеріңізге күніне, егер сіздерге тапсырыс түссе, күніне 3 рет SMS келеді. Таңғы уақытта, түскі уақытта, сосын кешкі уақытта. Тапсырыстарыңызды келемін тапсырыстарым деген бөлімге кіріп қарауларыңызға болады. Болмаса, екінші жолы бар. Сіздер электронды почталарыңызды сайт жасау барысында тіркейсіздер. Мен сіздерге қазір соны көрсетейін. Сол электронды почталарыңызға барлық жасаған тапсырыстарыңыз келіп отырады. Бұл сайт өте қарапайым жасалады. Сайтты жасау үшін міне сайт қосу деген батырманы басамыз. Бұл жерде бізде 3 түрлі шаблон бар. Біріншісі жаңағы өздеріңіз көрген видеофон. Егер артына бір қоюға тұрарлық видео болса, промо роликтарыңыз болса қойып, видеофонмен сайт жасауларыңызға болады. Екіншісі видео презентация. Егер де өздеріңіз түсірген сатылыма келеді деген видеоларыңыз болса, болмаса тағы да бір жерден алынған жақсы видеолар болса, видео презентацияны жасауларыңызға болады. Жоқ, менде тек қана фотолармен жасаңыз, онда фотослайдер таңдау арқылы тағы да жасауыңызға болады. Тек қана таңдау деген батырманы басасыз, болды. Мен сіздерге қазір бір мысалын көрсетейін. Мына таңдағаннан кейін мынандай сайтқа орналастыру үшін біз белгілі бір мәліметтерді енгізуіміз керек. Мына тақырыбы деген жерге 200 символдың жобасында тақырыбын енгіземіз. 200 символ дегеніміз барлық әріп, бос орынның барлығы қамтылады. Тақырыбын ойлап өздеріңіз жазасыздар. Тақырыбын
өздеріңіз жазасыздар, тақырыпшасын өздеріңіз жазасыздар. Фондық видеоның сілтемесін тек қана YouTube-та тұрған жерінен көшіріп әкеліп қоя саласыздар. Енді маңызды нәрсе сайттың тілін көрсетіңіздер. Егер де қазақша жасап жатсаңыздар, қазақ тілі деп қойыңыздар, жаңағы тапсырыс деген тапсырыс болып шығып тұрады. Ал егер орысша жасап жатсаңыздар, орысша тілін қойыңыздар, ол жерде заявка деп тұрады. Одан кейін сайттың түсін таңдауларыңызда болады, яғни кейбір фондар болса, мысалы, ақ түс пен ақ түс жанасып, сіздің жазуыңыз көрінбей қалуы мүмкін, сондықтан шрифтті таңдауыңызға болады. Одан кейін номеріңізді өзгерте алмайсыз. Тіркелген номеріңіз, сол номер қалады. Бұл сізге SMS келетін номер. Одан кейін соның жанындағы мына компания электронды почтасы дегенге міндетті түрде ұмытпай жазыңыздар. Сол электронды почтаға сіздердің тапсырыстарыңыз келіп тұратын болады. Сіздерге ыңғайлы формат болады. Оны электронды пошталарыңызды қосымшасын телефонға жүктеп алыңыздар. Gmail қолдансаңыздар, кез келген қандай почталық сервисті қолданасыздар, сол жерден бірден хабарласасыздар, сол тиімділік әкеледі сіздерге, бірден хабарласып. Одан кейін сайтты сақтайсыздар. Сақтау және жариялау деген батырманы басасыздар. Одан кейін астыңғы жағын қарасаңыздар, арнайы сілтеме бар. Осы сілтемені сіз кез келген жерге сайтыңызды жариялауға қолдана аласыз. Таратқыңыз келсе. Сізден бірінші рет жасалған сайт қой, бұл сайтты ешкім білмейді. Сондықтан да сіз осы сілтемені таратуыңызға болады. Міне осындай сайтым бар, осындай товарым бар деп. Мен сіздерге арнайы видео түсіріп берем. Ол видеода инструкция болады. Осы сілтеме арқылы таргетинг жарнаманы қалай жібереміз және мына сайтқа адамдарды қалай кіргіземіз. Осы таңатқалы бері сіздерге біраз терминдер айтылған шығар. Көп термин айтпаймын, қысқаша ғана айтайын. Сіздер сайт жасадыңыздар ғой. Сайт жасағаннан кейін сайт жасау деген сіздің бір виртуалды дүкеніңіз бар деген сөз. Бірақ ол дүкеніңізді ешкім білмейді. Өйткені дәл осылай, мысалы, осы сайт бар, осы сайт сияқты мыңдаған сайттар бар. Мыңдаған, миллиондаған сайттар жасалып жатыр. Оның қаншама тура осы сіздер сияқты адрестері бар да, оны ешкім таба алмайды. Google-ға жазсағана шығуы мүмкін, болмаса нақты жарнама берсе ғана. Әрқайсыңызға жеке-жеке сілтеме шығады. Мынау мысалы менің сілтемем ғой. Сіздердікі бөлек сілтеме шығады. Әркімдікі уникальный болады. Одан кейін біз осы тауарымызды адамға айтуымыз керек. Бізде бар мынандай товар. Мына сайтқа кіріңіздер деп. Сол үшін біз таргетингті қолданамыз. Таргетинг жарнаманы береміз. Инстаграмда немесе Фейсбукта отырған адамдар ұнатқандар осы сайттан кіреді. Кіргеннен кейін осы жерде сіздерге тапсырыс қалдырады. Болады. Бұл жерде сайттың саны шектелмейді. Бірнеше тауарларды, қызметтерді салып тексеріп алуға болады. Лимит болмайды. Бір айта кетерлігі, бұл сайт айына 30 күнге 2000 теңге. Алғашқы 3 күні тегін. Енді ақылы дегеннен шошымай-ақ қойыңыздар. Негізі ақылы деген нәрсені бізде дұрыс қабылдау керек та. Көбінесе ақылы деген нәрсені біз түсінбейміз. Мысалы, бұл сайтқа бірінші интеллектуалды білім кетті жасауға. Екіншіден өзінің техникалық шығындары бар, сосын операциялық шығындары бар. Тауар саны шектелмейді. Егер соны айтып отырмын ғой, сайт саны шектелмейді. Сіз бірнеше сайт жасай аласыз. Бір рет тіркелесіз, бір рет төлейсіз, 30 күннің ішінде мысалы 10-20 сайт жасайсыз. Тауардан тауарға секіріп, бірнеше тауарды жасап тестілеуіңізге болады. Әртүрлі шаблонмен тестілеуіңізге болады. Түсінікті ғой? Сайттың саны шектелмейді, өздеріңіз білесіздер. Тек қана сіздердің бюджеттеріңізге байланысты. Мысалы, сіз бір сайтқа қанша бюджет, жарнамалық шығын шығара аласыз? Таргетингке мысалға. Жоқ, кіретін адамның саны шектеулі емес. Кіретін адамның саны сіздің жарнамаға құртатын ақшаңызға, жарнамаға жұмсайтын ақшаңызға ғана байланысты. Егер сіз неғұрлым көбірек таргетингке ақша салсаңыз, соғұрлым көбірек адам көреді, соғұрлым көбірек адам кіреді. Оны қазір реставраторлар практика жүзінде сіздерге көрсетеді. Енді тағы бір мәселе, біз не үшін таргетингке жарнама береміз деген сұрақ бар да? Не үшін жарнама береміз? Қысқаша ғана ақпарат айтайын сіздерге. Мысалы, Фейсбукта жаңа көрсет, Қазақстан бойынша 1,5 миллион адам тіркелген. 1,5 миллион аккаунт бар. 1,5 миллион аккаунттың барлығы күніне бір пост салады. Инстаграмда да солай. Күніне бір рет сіз не сурет саласыз, не видео саласыз, болмаса бір жазбалармен бөлісесіз. Сіздің де достарыңыз бар. Қаншама адам бөліседі, сіздің лентаңызда күніне қаншама контент айналады.
кім мысалы айта алады, күніне отырып мен барлық достарымның, барлық тіркелген адамдарымның материалдарын салған, көріп шықтым деп? Кім айта алады? Сіз таңнан кешке дейін отырсаңыз да мүмкін емес та, сіз таңнан кешке дейін біріншіден отыра алмайсыз да, физикалық тұрғыдан сіз отыра алмайсыз. Келсеміз бе осыған? Таңнан кешке дейін отырсаңыз, мысалы 2000 адамның өзін қадағалау өте қиын. Келсеміз бе? Енді Фейсбукте болсын, Инстаграмда болсын, ақылды алгоритм жұмыс істейді. Ол біз үшін бір жағынан өздері үшін. Ол қалай жұмыс істейді? Олар біздің әрбір қимылымызға анализ жасайды. Біз нені жақсы көреміз, нені ұнатамыз, қандай тақырыптар қызықтырады, қандай адамдар қызықтырады, қандай видеолар қызықтырады. Егер сіз өзіңіз басыңызды салқын ұстап, үйге барып, асықпай отырып, лентаңызды ақтарсаңыз, мейлі ол Инстаграм болсын, мейлі ол Фейсбук болсын, сізге белгілі бір тақырыптардың тізімі шығады, өзіңіз үйден қарасаңыз. Не сізде мысалы қызықты вайндар көбірек шығады. Қазір мысалы сіздер қарап жүргендеріңіз ол тауарлар болса, неғұрлым сол тақырыптарға ұқсас тауарлар шыға бастайды. Келсеміз, осындай нәрсе бар ма? Бар, көпшілігімізде бар ма? Әлде шамалымызда ғана ма? Көрдіңіз, қазіргі ақпараттар ағыны ол алапат, өте көп. Осының бәрін сұрыптамаса, біріншіден адамдарға қызықсыз. Сізге мысалы менің салған суретім қызықсыз болуы мүмкін, бірақ басқа бір жұлдыздың салған суреті қызықты болуы мүмкін. Сондықтан да сіз лентаңызда сол адамдардың суреттерін көре бастайсыз. Енді Фейсбукта, Инстаграмда біздің ақпараттарымызды жинағандықтан, қазір біз кәсіпкердің көзімен қарайтын болсақ, онда ол өте тиімді нәрсе да бізге. Біз өзіміз ойлағаннан да Фейсбук пен Инстаграм бізді жақсы біледі. Біз не жақсы көретінімізді, нені ұнататынымызды. Сондықтан осы қызметін олардың пайдалануымыз керек та. Олар біз туралы бүкіл ақпаратты жинайды, ал біз жарнама берген кезде іздеген адамымызға тура түсеміз үстінен. Жаңа Саматта таныстырды, егер жасымен іздесеңіз, жасымен тура түсесіз. Қызығушылықтарымен іздесеңіз, онда қызығушылықтарының үстінен тура түсесіз. Бұл жақсы. Енді жарнаманы берген кезде не үшін береміз? Бізде Фейсбукта да, Инстаграмда да алгоритм жұмыс істейді. Әлемдегі ең ақылды алгоритм, естеріңізде болсын, Фейсбук пен Инстаграмда. Олар бүкіл ақпаратты сіздерге ленталарыңызға барлық достарыңыздың 10-15%-ның ғана ақпаратын көрсетеді. Егер сенбесеңіз, өзіңіз үйден асықпай барып, қарап шығыңыз лентаңызды. Сіз мысалы 2000 досыңыз болса, сіз салған суретті қанша адам көруі мүмкін? 300-400 ғана адам көруі мүмкін. Біз не деп ойлаймыз? Біз салған кезде 2000 адамның барлығы көреді деп ойлаймыз. Негізінде олай емес. Осыны біз есте ұстауымыз керек та. Бұл не үшін керек? Бұл Фейсбук пен Инстаграмға қай жағынан тиімді? Олар барлық кәсіпкерлерді жарнама беруге итермелейді. Неге? Себебі сізде мысалы аудиторияңыз миллион адам болған күннің өзінде де сіздің салған постыңызды барлық адам көрмейді. Сіздер осыны жақсылап естеріңізде ұстап алыңыздар. Біз не үшін мына жерде таргетингті үйретеміз? Таргетинг жарнама арқылы сіздер Фейсбуктың белгілеп берген шегінен шыға аласыздар. Жаңағы айтқан 10-15%-дан сіздер асып кете аласыздар. Қандай жағдайда асып кете аласыздар? Жарнама берген кезде сізде толығымен еркіндік болады. Мысалы айтайық, сіз біреудің тобына жарнама беретін болсаңыз, міндетті түрде статистикалық ақпараттарын сұратыңыздар. Ол жерде кім отырады, қай өңірлерден отырады, тіпті қандай елден отырады. Ол мүмкін басқа елдерден накруткамен жинап алған адамдар болуы мүмкін. Болмаса тура сондай боттар деген болады. Болмаса мысалы Инстаграмның ішінде де хэштегтер болады арнайы. Follow to follow, like for like деген сияқты. Сіз лайк қоясыз, ол сізге лайк қояды. Сіз оған follow жасайсыз, тіркелесіз, ол сізге тіркеледі. Естіп жинап алған адамдар болуы мүмкін да. Сізге керек аудиторияның миллион адамның бір 10% ғана болуы мүмкін да ол жерде. Осыны сіздер естеріңізде сақтауыңыздар, ақпарат үшін айтып отырмын да. Сондай топтарға жарнама берер кезде сізде еркіндік болмайды. Неге еркіндік болмайды? Өйткені ол топқа тіркелген адамдар сізден бұрын тіркеліп қойған. Сол үшін топтарға жарнама беретін болсаңыздар, міндетті түрде топтың админінен статистикалық ақпараттарын сұратыңыздар. Оның аудиториясы кім? Өте маңызды ақпарат. Кімдер отырады ол жерде? Әйелдер ма, ерлер ма, балалар ма?
болмаса қай өңірден, мысалы сіз Алматы қаласына ғана беруіңіз мүмкін, болмаса кейбір өңірлерден келген кісілер болуы мүмкін да, мысалы Семейден беруі мүмкін да, ол топта Семейден адам болмауы мүмкін да, мысалға алатын болсақ. Жіберіп қоямыз да, заявка күтіп отырамыз да. Түсіндік қой, заявка күтіп отырған дұрыс емес. Ал таргетинг жарнама беретін болсақ, бізде толық қадағалау панель біздің қолымызда болады. Егер біз Семейге жарнама беретін болсақ, біз Семейге жарнама бере аламыз. Біз тек қана команда берушіміз. Барлық сол жердегі аудиторияны біз қадағалай аламыз. Кімге жарнама көрсетуді. Егер де таргетингпен жарнама берсек, біз көп жағдайда шатыспаймыз. 90%, 95% жағдайда біз шатыспаймыз. А егер топтарға беретін болсақ, онда бізде контроль болмайды. Осы бізде есте болу керек. Енді таргетинг жарнама бердік қой. Таргетинг жарнама берген кезде біз жаңағы айтқан 15%-дан асырып көрсете аламыз. Бірақ кейбір адамдар ойлауы мүмкін да, жаңа жақсы сұрақ қойды, сайтқа қанша адам кіргізе алады, лимит бар ма деп. Сайтта лимит болмайды. Лимит тек қана бюджетте болады. Сіздерге қазір түстен кейінгі сабақта практика ретінде көрсетеді. Ол жерде күндік бюджет деген түсінік бар. Сіз күнне осы жарнамаға қанша ақша сала аласыз. Сол ғана сізге кедергі бола алады. Мысалға, орташа есеппен алайық, ең минималды бюджет күнне $5. $5 сіз сайтқа адам кіргізетін болсаңыз, орташа клик бағасы 10 цент деп есептесек, орташа 50-60 адам күніне сайтыңызға кіреді. Жаңа Рысдәулет сіздерге сатылым сүзгісін көрсетті ғой. Бірінші сатылым сүзгісінде ең бірінші көретіндері ол көрген адамдардың саны. Ол жерде 20 мың адам көруі мүмкін, 30 мың адам көруі мүмкін. Бірақ клик басып кіретін адамдардың саны одан төмен болады. Одан төмен болады. 60 адам кіреді. 60 адам кіргеннен кейін 60-ы да сізге заявка қалдырмайды. Ол ақиқатта 60-ы да заявка қалдырмайды. Жарайды, 60-ы заявка қалдырды деген күннің өзінде 60-ы да сатып алмайды. Енді тағы бір түсінік бар. Бізде лид деген нәрсе бар. Сосын клиент деген нәрсе бар. Машиналардың негізгі қызметі сіздерге лид деген нәрсені алып кеп беру. Үшарып. Лид. Лид дегеніміз потенциалды сатып алушы, потенциалды клиент. Бұл машиналардың негізгі қызметі Facebook болсын, Instagram болсын, Google болсын, сіздерге қолдарыңызға клиент алып кеп бермейді. Осыны түсініп алыңыздар. Сіздерге клиент әкеп бермейді. Бұлар не істейді? Бұлар жұмыстың 50%-ын сіздер үшін жасайды. 50% жұмыс деген сізге нағыз керек адамды тауып, солардан заявка алып береді. Негізгі ақпаратын, заявка деген негізгі ақпаратын алып береді. Негізгі ақпарат деген не? Заявка тастағанда негізгі ақпарат? Номер. Болмаса электронды почтасы, Осы бір-екішінен ақпарат алып береді. Өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Негізінен номер дұрыс, номер мен адамның аты. Сізге лидті әкеп береді. 50% бұл кісілердің жұмысы осымен аяқталады. Ары қарай жұмыс сіздердікі. Сіздердікі қандай жұмыс? Хабарласуда, адаммен сөйлесу. Егер де сіз адаммен өзіңіз дұрыстап сөйлеспесеңіз, онда машиналардың жұмысы бекер болады. Бұларды кінәлауға болмайды. Бұлар өзінің жұмысын 100% ешқандай қатесіз атқарады. Қалған жұмысты істеу ол біздің қолымызда да, яғни сіздердің қолдарыңызда оны сату. Сұрақ бар ма? Қатты қиын нәрсе айтып кеткен жоқпыз ба? Түсіндік қой, жалпы жарнаманы не үшін беретініміз. Біз жарнама бермесек, бізді ешкім білмейді, бізді ешкім көрмейді. Бізді ешкім көрмесе, бізге ешкім заявка тастамайды, бізден ешкім ештеңе сатып алмайды. Түсіндік қой, миллиондаған посттардың арасында ерекшеленуіміз керек. Біз сол үшін жарнама береміз. Миллиондаған сайттардың арасында бірінші орынға шығуымыз керек. Сол үшін жарнама береміз. Басқа жолы жоқ. Органикалық деген нәрсе бар, органикалық жолмен жүруге болады, ақысыз емес. Бірақ оның жолы төте жол емес. Өте қиын жол, ауыр жол, ұзақ жұмыс істеу керек. Сондықтан біз жарнама береміз. Жарнамаға шығын шығаруымыз керек. Шығын шығарған кезде ғана сіздерде кіріс бола бастайды.
шығын шығарғанда да сіздер осы кісілердің қазір көрсеткен методикасымен жасаңыздар. Шығынды жұмсайтын ақшаларыңызды бекерге шашып алмаңыздар. Бірден келе сап қазір үлкен бюджетті қоймаңыздар. Минималды бюджетті қойыңыздар. Доллар болса қазір 5 доллар, рубль болса тағы да өзінің минималды бюджеті бар, соны қойыңыздар. Одан артық қоймаңыздар. Бірнеше тауарыңыз болса, бірнеше тауарды минималды бюджетпен ғана тексеріңіз. Келістік қой, а? Сондықтан сіздер таргетингті қазір жақсылап меңгеріп алыңыздар. Сайтқа жібересіз ба? Қазір ставлеттер тағы бір түрін көрсетеді. Сонымен жинайсыз заявканы. Екі түрінде де мұқият жинаңыздар. Заявкаларыңызды алыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен номерім керек болса, мен номерімді жазып қоям. Осы Сауда Инфо деген сайтқа қатысты сұрақтарыңыз болса, және осы Сауда Инфоға таргетинг жарнамасын жасау кезінде сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар. WhatsApp'та да, Telegram'да да. Негізінен WhatsApp'та жазыңыздар, болмаса хабарласыңыздар, мен көмектесем. Қысқаша осы, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен номерімді жазып жүрейін. Сегіз 705 773 55 88. Айбек. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, біз сіздерге көмектесеміз. Кез келген сұрақтарыңызбен, сайтқа қатысты сұрақтарыңыз болса міндетті түрде көмектесеміз. Сайтқа қатысты таргетинг жарнама бойынша хабарласыңыздар, көмектесеміз. Сұрақ бар ма? Жақсы. Жақсы, Айбекке бір қошемет көрсетейік. Рахмет.